Google форма платформасында алынған сауалнамаға барлығы 55 мұғалім қатысты. Білім берушілердің көпшілігінің жауаптарына байланысты білім беру үдерісінде сандық ресурстардың жиі пайдаланатындықтары анықталды. Білім беру кезінде сіз ұсынатын мультимедиалық қосымшалар деген сауалнамаға мұғалімдердің көпшілігі ноутбук және де интерактивті тақта екендігін айтқан болатын. Сабақ беру кезінде Miro, Kahoot қосымшалар тиімді деп ойлайсыз ба деген сұраққа басым көпшілігі иә деп жауап берген. Сауалнамадан нәтижесін көріп отырғандарыңыздай, сабақ барысында, түсіндіру барысында, практикалық сабақтарда мультимедиалық қосымшаларды пайдалану тиімді болып табылатыны сөзсіз.